Баршаңызға сәлем достар. Бүгін езілмейтін макаронның құпиясымен бөлісетін боламын. Бұл үшін мен бірінші осы макаронды жаңағы духовкаға қуырып алдым. Осылай қып-қызыл қылып, әдемі қылып. Және де маған керек болатын ингредиенттердің барлығын турап алдым. Жаңағы сәбізімізді үкіштен өткіздім. Пияз, жаңағы болгарский, менде піскен ет, үйде піскен ет бар еді, оны турадым. Сосын картоп и помидор. Және де ортасында чеснокты майдалап турап қойдым. Енді осылардың барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйдық. Енді қазір бірме-бір қуырып алатын боламыз. Мен пияздан бастаймын. Міне пиязымды салдым. Енді қып-қызыл етіп қуырып алатын боламын. Біраз қуырып болғаннан кейін піскен етімді де салып қуырып алатын боламын. Міне қуыру үстіндемін. Енді мынаның барлығын салып бірден қуырып жіберемін қазір. Енді дәміне қарай тұзымызды, ең соңында помидорымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Содан соң енді макаронымызды салып жақсылап қуырамыз. Осылай бір көп қуырмай, секунд қана қуырып, қайнап тұрған суымызды құямыз. Көп құймаймыз, кішкене ғана құйып, жақсылап демдеп қоятын боламыз. Араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан кейін суы тартылғанша кішкене күтеміз. Міне мен суы тартылғаннан кейін біраз бұны араластырып қойдым. Енді кішкене бұны осылай жиынқыраймыз, ортаға қарай. Кішкене ғана тағы қайнаған суымызды құйып, демдеп қоямыз. Астын баяу отта қойып қоямыз. Менің вермишелім дайын болды. Қараңыздар, керемет болып шықты. Қазір араластырып көреміз. Міне, өте дана керемет болып шықты, шаштай болып. Дәл осы тәсілмен жасап көріңіздер. Жабысып қалмайды, асты да жабысып қалмайды. Қараңыздар, керемет болып шығады. Ешқандай езіліп кетпейді. Дәл осы рецептпен істеп көріңіздер, жабыспайды, көргендеріңізде шаштай болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп қолдап кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.